Сәлем достар! Бүгін біз цветная капустадан өте дәмді әрі жұмсақ котлеті дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Ең алдымен цветная капустамызды алып, түбінен бастап, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп аламыз. Капустамызды сумен жуып алып, қайнап тұрған ыстық суға саламыз. Бір шай қасық тұз салып, шамамен 4-5 минут пісіріп аламыз. Піскен капустамызды судан сүзіп алып, видеода көрсетілгендей жақсылап еземіз, немесе блендермен араластырамыз. Укропты видеода көрсетілгендей уақтап турап капустамызға қосамыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрыш қосамыз. Бір жұмыртқа мен бір ас қасық зәйтүн майын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Капустаның мөлшеріне байланысты шамамен 100-125 грамм ұнды елеуіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массадан видеода көрсетілгендей котлеталар жасаймыз. Котлеталардың размерлерін өз қалауларыңызша кішкентай немесе үлкен қылып жасасаңыздар болады. Тапаға май құйып, қыздырып алып, котлеталарымызды панировочный сухариға аунатып, екі жағынан қуырамыз. Әрбір жағын қызарғанша шамамен 4-5 минуттан қуырып аламыз. Цветная капустадан жасаған котлеталарымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Дастарханға қаймақпен немесе өз қалауларыңызша әртүрлі соустармен ұсынсаңыз болады. Рецепт ұнаған болса, қолдауларыңызды күтемін. Алдағы уақытта әлі де көптеген видео рецепттер болады. Сол себепті каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.